Т әріпін жазып үйренейік. Т-ның бас әріпі 4 элементтен тұрады. 3 таяқша мен қалпақтан. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Төмен қарай көлбеу сызық жүргізе отырып, астыңғы сызыққа жеткенде солға қарай доға ілгек жасаймыз. Бастапқы нүктеден оңға қарай жылжып, екінші көлбеу сызықты жүргіземіз. Екінші элементтен тағы оңға жылжып, тағы көлбеу сызық жүргізіп, астыңғы сызыққа жете бере оңға қарай сызыққа тигізе ілгек саламыз. Бірінші элементтен солдан оңға қарай доға сызық жасап, оған түзу сызық қосып, қалпақ кигіземіз. Т-ның кіші әріпі 3 элементтен тұрады. Түзу сызық, басы бар, ілгекшелерден тұрады. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Төмен қарай түзу сызамыз. Сызықтан сәл төмен түсіп оңға қарай, үстіңгі сызыққа тигізе доға жасап, төмен астыңғы сызыққа тигізе түзу сызамыз. Енді доғаның төменгі иілген тұсынан қаламыңды қойып, тағы да үстіңгі сызыққа тигізе доға сызып, төмен тартамыз. Астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе ілгек саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге Т әріпін жазуды үйрен.